Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге үй жағдайында хит болып жатқан шұжық дайындайтын боламын. Оған әуелі майымызды ұсақтап турап алдым. Менде өркеш май. Осыны осындай етіп ұсақтап уақтап турап аламыз. Мынау менде етім. Жылқының еті, оны да солай турап алдым. Еттатқышпен турауға ыңғайлы қылдырып турап алдым барлығын. Енді осымызды еттатқыштан тартамыз етімізді. Сарымсағымызды, жуамызды араластырып барлығын осылай еттатқыштан тартып аламыз. Етпен жуаны араластырып тартып жатырмын. Сарымсағым бар арасында салып атқан. Әбден барлығын араластырып осылай тартып аламыз етімізді. Тартып болдым етімді. Осыған енді приправаларымызды саламыз. Мен қара бұрышын салдым, приправын салдым. Енді осы майымызбен етімізді, жуамызды, сарымсағымыз бәрін осылай араластырып аламыз. Мен тұз салмадым. Тұздалған ет менде. Бұрышын әбден араластырып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Дәмі бойына сіңгенше. Мынау менде жылқының шегі. Осы шекке салам қазір. Міне дайын тұрған фаршым. Осыны қолымызбен қысып, шегімізге саламыз, толтырып. Мына керемет дәмді қолдан жасалған шұжық болып шығады. Осыны артқа қарай итеріп отырамыз. Арасын нығыздап салып отырасыздар ауа бармасқа. Міне менде осындай болып шықты шұжығым. Осындай етіп бәрін әбден нығыздап толтырып салып аламыз. Мен барлығын шекке нығыздап салып атырмын. Керемет дәмді шұжық болып шығады, колбаса. Үй жағдайын міне осындай етіп, ауасын шығарып алып, әбден нығыздаймыз арасына. Осыны енді менде жіппен аузын байлаймын. Қалың жіп, кендір. Осымен екі шетін байлап аламыз шұжығымыздың. Міне осындай болып шығады. Мынаны да байлап алам аузын. Арасында ауа қалмасқа осылай барлығын ауасын шығарып аламыз. Нығыздап. Тығыз болған жақсы арасы. Үсті арасындағы ауаларын шығарып аламыз. Қатты қылдырып ауасын шығарамыз әбден.
Ауа қалмау керек арасында. Бұны да аузын байлаймыз енді. Оған дейін сорпамызды, суымызды газге қойып қайната береміз. Ыдысымызды қайнатып пісіріп аламыз. Енді мен екіншісін сыртынан жіппен өріп шығам. Міне осындай қылып сыртын өріп алдым. Өрмесеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша. Мен сыртын осылай өріп алдым жіппен. Сонда әдемі болып тұрады. Міне осындай әдемі жұмсақ дәмді шұжық болады. Осыны енді қайнап тұрған сорпамызға, суымызға қайнатып 2-3 сағат қайнатамыз. Үй жағдайында өз қолыңнан жасалған шұжық. Жылқы етінен дайындалған. Міне осыны енді қайнап атқан сорпа. Сол сорпаға екеуін салып 3-4 сағатта пісіреміз. Міне қайнап атқан шұжығым. Осындай болып қайнайды. Дәмі деген керемет болып шығады. Міне піскен шұжығым. Осыны енді ыдысымызға салып суытып қоямыз. Әбден суығасын кесеміз. Міне осындай болып колбасам шығады. Міне піскен колбасаларым, шұжығым. Керемет, дәмді, міне арасына салған құйрық майым аппақ болып тұрған. Түсі де, дәмі де ерекше болып шығады. Банағы жіппен сыртын байлаған шұжығым. Оны осылай алып тастайсыздар жіптерін. Сонда керемет дәмді колбаса болып шығады. Міне осындай болып шығады шұжықтарымыз. Дәмі де, иісі де бұрқырап тұр, күшті болып. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.